мен сіздің сабағыңыздан кейін я стала женщиной сияйцами. Тұр, алдыға түс. Осындай ғой ол кісі, андай резкий ғой ол кісі. Енді мен сендерге бизнесті да ақшаны да айтпаймын. Расында кәдімгідей менің көңілімді қатты тиген нәрсе болды сол. Ассалаумағалейкум, қайырлы күн, қайырлы таң, қайырлы кеш, құрметті біздің Жеңіс Орданың көрермендері. Бүгін бізде көптен күткен араға үзіліс салып, өзіміздің оқушыларымызбен подкастты қайтадан жаңғырттық. Бүгін бізде қонақта өзіміздің алдыңғы шептен көрініп жүрген оқушымызды қайтадан шақырдық. Таныс болыңыздар, Айбара ханым. Сонымен қатар осы подкасттың модераторымен Бағлан және біздің ұстазымыз Жеңіс Орда желі өсу ордасының негізін қалаушы Жеңіс Есенгелдин. Ендеше бүгінгі подкастымызды бастайық. Біздің ең басты жұлдызымыз бүгінгі подкасттың қонағы Айбара ханым, қош келдіңіз. Біздің шақыру туымызды қабыл алғаныңызға көптен көп рахмет. Естіп жатырмыз, көріп жатырмыз, бірнеше жетістіктерге жетіп жатырсыз. Бірақ та осы алдыңғы жылғы подкасттан кейін шамамен бір жылдай уақыт өтті. Осы бір жылдың ішінде біз мүлдем көріспеген екенбізді. Басқа шәкірттеріміз біздің кампустарымызға келіп тұрады, келіп сабағымызды алып тұрады, интервью беріп тұрады, сағынышып келіп тұрады. Сіз қайда жүрсіз осы уақытқа дейін? Неге келмей кеттіңіз? Қандай маңызды істер бітіріп жүрсіз? Осы туралы бір кішігірім бізге хабардар етсеңіз. Өзі бір қызық болды ғой, қайта шапқан жау жаман деп. Кәдімгідей прям тұтқиылдан болды ғой мына сұрақ. Мен серый кардиналмын ғой. Мен де серый кардиналмын. Кампустың ішінде бүйтіп жүрмесем де, өзімді көрсетіп, павлин ұқсап жүрмесем де, сыртынан дұғадамын. Үнемі хабар алып тұрамын. Ойындарға барып тұрам ғой. Дәурен мырза білет мені деген сияқты. Я рядом. Бізде жаңағы оқушылар жұлдыз деп айтып жатсың ғой сен. Біреулер ойлап қалуы мүмкін ғой, оқушылардың бәрі жұлдыз ба деген сияқты. Енді жұлдыз дегенде біздің оқушыларымыз не вообще жоқ болып кетеді. Тым бітірмейді да, ұялғаннан келмей қалады. Болмаса қатты көтеріліп кеткен кезде келмей қалады да. Жұлдыз аурумен ұрып қалды. Жұлдыз деп жатыр ғой енді. Қандай жұлдыз ол? Енді осы Жеңіс Ордада ол кезде расымен де бір жыл өтіп кетті. Кәдімгідей бір жыл бұрын, я помню, осы жерге, по-моему, осы студия болды. Дәл осы студияда бір жыл бұрын подкаст жүргенбіз. Айналдырып көрсеңіздер болады. Ол да өте мощный подкаст болған. Иә. Ол кезде жаңадан сондай бір амбициямен, сондай бір өзіңді бір жеңген уақыт, алғашқы миллион ұстаған уақыт, енді оның вайбы бөлек қой енді. Одан кейін ол миллионның әсері басылып қалды ғой. Ол миллион 2 рет қайталанғаннан кейін уже андай басылып қалады да несі. Енді Жеңіс Орда тек қана бізді ақшаға тәрбиелеген жоқ қой. Вот сол нәрсені түсіну керек та. Біз басқа қырымыздан да ашылып бастадық та. Иә, басында бәріміз қарыз жабу, бәріміз кредит жабу, қарызды жаппайтын күнге жетем деген бір қандай да бір арманмен, сондай бір ниетпен келген болсақ, қаржылай сауаттылықтан бөлек бізді басқа қырымыздан да ашты да Жеңіс Ордада. Я помню, как бізге мен әлі күнге дейін айтам, әлі күнге дейін орталарда да айтам. Менің прям андай бір ұстазым болған деймін да, менің мінезімді көтерген ұстаз депші. Шариғатсыз түсіндір деп тиісетін едім ғой бұл кісіге. Шариғатсыз жарайды, психологиямен де түсірем, шариғатпен де түсіндірем деп, 2 жақты, 3 жақты түсіндіріп жүріп, өзіме орамал таққызып қойды ғой. Менің әлі күнге есімде, мен ол кезде Майбол Орпау қызметі атқарам. Келдіңіз да бір кезде, сіз мынау есімде, сол жақта ең ортаңғы қатарда отырдыңыз, ең соңғы жағында 30 күндік бизнес практикум болып жатты, қателеспесем, сіз атып тұрдыңыз да, бізде бизнес сабақ болып жатыр. Бұл деген бизнес сабақ емес па? Сіз неге шариғатты айтып кеттіңіз деген сияқты. Иә, был такой момент. Андай ғой. Біздің бәріміздің ішімізде бір ашылмаған сұрақтар болады да. Иә. И ол сұрақтардың жауабын өзіміз таба алмағандықтан, өзіміздің миымыз жетпегендіктен, расында мынандай сөз бар да, менің жыным келеді деген сөз бар да. Расында менің жыным сізге келмейді ғой. Менің жыным өзіме келіп тұр ғой. Иә, и сол өзімнің нәпсіме қарсы шыға алмағандықтан мен біреуге срываться етуім керек болды да. И сол кездегі срывация әлім білмейін, әлек деген сол ғой, срывация ететін адам тапқан екенсің да, ұстазға қарай, сол кездегі ұстаздың көркем мінезділігі расында маған исламды басқа қырынан көруге, басқа нәрсеге иман келтіруге, тура жолға түсіп кетуіме мүмкіндік берді да, расында. Негізі қазір нарықта өте көп қой, орамал тағып, араб құлдар бірдеме сірдеме деп айтып жатады да. Мен енді ойлаймын, әркімнің миына, әркімнің ойына мен шектеу боламаймын. Бірақ точно бір нәрсені білем, что это правильно. Жылтырап жүргеннен гөрі, это правильно. Ішіңізде сондай сезім бар.
жүрекпен сезесіз. Вы знаете, наоборот, жүрекпен сезу деген нәрсе бар, мимен логично Ақылмен. келу деген нәрсе бар да негізі. осознание. Расында осы орамалға мен осознанно келгем ше. Мен тура сол уақытта осы Бесить Казахстанға қатысып жатқам ғой еще. Мен еще организаторларға барып айттым. Я покрываюсь, мен орамал тағам басыма. А менің осыған дейінгі фотосессиям барлығы басқа түрде өткен ғой. То есть прическамен, макияжбен, как положено, это же конкурс красоты. И организаторы все в шоке, маған қарайды. Я говорю, я покрываюсь. Если мен шығарып жіберемін десеңіздер, мен ренжімеймін. Типа, все, маған Алланың разылығы, Алланың айтқаны, маған бірінші орында, мен дүниядан отказываюсь. И они все в шоке. Ну ладно, бәрібір ұтпайсың ғой. Мясо болып жүре бер енді, артында массовка болып жүре бер деген сияқты қалдырды. Я такая, ладно. И просто кайфовала. Просто сол ситуациядан, сол адамдардың ортасында жүргеннен, и солайынша октябрьде соңғы не болған кезде объявляют королеву, и я сейчас самая красивая, титулованная женщина Казахстана. Құтты болсын, енді осы тұста бір сұрақ қояды, біз жаңағы королева деп орта тұстан бастап кеттік. Басынан бастап айтыңызшы, олар сізді қайдан тауып алды, сіз ол жобаға қалай ендіңіз, қалай басталды деген сияқты. Это вообще өте бір такой моменттердің бірі. Иә, сол қыз болып тұр ғой. Я помню, когда вот қаржылай сауаттылық 3 күнде өттік қой біз. Алгоритмін. Ең бірінші мега-интенсивте болдық. Мега-интенсивтен кейінгі 3 күн болды ғой. Вот сол кезде бізге ұстаз былай деп айтты да, всегда вип орындар алыңдар деген бір нәрсе айтты да. Анау миымызға кіріп алған ғой, шықпайды. Жүрген жерде випсың ғой, в общем, ана артқы орында отыру деген жоқ. Содан мені бір тренингке шақырды. Енді біз әйелдер болғандықтан Women in Business деген болды, әйелдер, женщины в бизнесе. Өздеріңіз білесіңдер, мен кішкене әйелдердің құқықтарына қаттырақ жақынмын, феминисткамын деп всегда барлық жерде айтып жүремін. Нравится это кому-то или нет. Вот. Содан сол жерге барам, как всегда випсің, алдында отырып алғам. И тренинг болып жатыр, тренинг өтіп жатырмыз. И қарасам, бір корона киіп алған, биткен бір әйелдер шығып жатыр да сахнаға. Не істеп жүр мыналар деп ойладым енді. И сол жерде кімді? Мен өзім өзім тарихшы болғандықтан тарихи киноларды көрген жақсы көрем. И сол кезде Томирис киносы бәрі шығып, бір керемет бір не болды ғой, бір Альмира Тұрсын шығып тұр ғой, басында коронасы бар. Сосын менің ішімде андай пайда болды да. Я тоже хочу дегенше. Чем я хуже Альмира Тұрсын? Я тоже буду вот так стоять. И сол моментте, видимо, қабыл болып кетті ау деймін. Сіздің басыңызда көрінбейтін корона тұрды ғой сол кезде. Негізі менің басымдағы көрінбейтін коронамды шештірген ұстаз деп айтамын ғой, мен негізі, сіз білсеңіз. Көрінбейтін коронамды қағып түсірген деп. Терлеп тұрып, шешім тастап тұрып сабақ өтетін ұстазыңды белгіле деп всегда мен прикол ұстайтынмын. Расында 32 күндік практикум, 32 күндік бір дисциплинаға үйреткен бір армия дейміз ба, иә? Мидың бір такой вот армиясы сияқты болды да, сол нәрсе. Кеше бір қызық болды. Мен қазір ана проработка деген нәрсемен істеп жатырмын ғой, айналысып жатырмын. Қызығын айтайын, қаншама мына үлкен бизнесмендер келіп жатыр да, кешегі пайдалы моншаға деген сияқты. Бұрын біз қаржылық сауаттылыққа шақырған кезде, бизнес үйретуге шақырған кезде көбісі келмейтін. Енді проработка деп едім, кәдімгідей бұрын келмей жүрген адамдар келіп приемға қабылданып жатыр да. Сосын маған бәрінің сұрағы қызық оларға. Неге сіз осындай проработкамен айналысып кеттіңіз? Бұл деген психология ма, бұл не ма деген сияқты. Неге ішкі жағдаймен айналысып кеттіңіз деген сұрақ қойып жатыр. Сосын мен мындай айттым. Мен соңғы рет сіз атыңыз айтқан жоқпын да енді. Соңғы рет өзім бір оқушымен кездестім. Сол кісіні тыңдап отырып түсінгенім, оған дейін де қаншама адамдар айтып жатыр. Бізге келген кезде адамдар мен қаржылай өсіп кеттім деген нәрсені бірінші айтпайды. Мен бизнесте мына құралдарды қолданып мықты болып кеттім деген айтпайды. Ол жақсы болып жатқанда шығар. Бірақ бәрінің айтатыны біздің ішіміздегі көзқарасымыз, адамға да айтқанда басқа нәрсеге деген көзқарасымыз өзгеріп кетті деген сияқты, яғни ішкі жағдайым өзгеріп кетті, руханилығым өзгеріп кетті деген сияқты нәрселерді көп айтады да. Сөйте отырып біз негізінде ең бірінші сол адамның ішін өзгертуге себеп болады екенбіз ғой деген ой келді да. Мен неге осымен айналыспаймын деген нәрсе болды. Сөйттім да мен кәдімгідей айттым, енді мен сендерге бизнесті да, ақшаны да айтпаймын. Ол Алла Тағала өзі береді. Бизнес жүрейін десе, Алла Тағала өзі жүргізеді. Ақша болайын десе, Алла Тағала береді. Бірақ мәселе Аллахпен байланысты дұрыстасаң, қалған нәрсенің бәрі келе береді деген нәрсеге осындай тұжырымға келдім да. Рас қой сол нәрсе?
Я, наверное, полностью поддержу. Дұрыс. Почему? Потому что адамның миы өзгермейінше, адамның ішкі сезімдері өзгермейінше, оның іші өзгермейінше, оның сырты өзгермейді. Біз бәріміз айна деген нәрсеге, мы же друг друга отражаем негізінде. Негізі мен осы жаңа сіз айтып отырған проработка деген нәрсеге осы Жеңіс Ордада оқығаннан кейін біз ол жерде нетворкинг болды ғой. То есть менің өмірімде жаңа адамдар пайда болып бастады. Сіз себепкер болдыңыз, 30 күндік себепкер болды. Алланың қалауымен менің өмірімде Асылзат ханым пайда болды. Асылзат ханым менің өмірімде прям ключевой роль ойнаған адам. Мені шашымнан сүйреп душқа кіргізіп, ғұсыл алғызып, мені бешікке алып барған ғой. Я такая вообще Асылзат ханым говорю, сіздің вообще праваңыз жоқ ондайға. Мен өзім правоға качать етіп қалған. А ол сенің мраваңа қарамайды. Тұр, алдыға түс. Осындай ғой ол кісі, андай резкий ғой ол кісі. И реально я ей благодарна. За то, что вот она мне показала другую жизнь, что басқа да өмір бар мияқта, тәте деген сияқты ше. Ты достойна лучшего деген нәрсені ол кісі маған айтқысы келді да, бірақ ол да себепкер болды да ол. Негізі треугольник деген нәрсе бар да, не Карпмана, а просто обычный треугольник. Мысалы қазір екеуміз сөйлесіп отырсақ, ол үшбұрыштың бір басында сіз барсыз, бір басында мен бармын. Жоғары жағында Аллах тұр да. Сізді алып тастасам, на самом деле я же разговариваю с Аллахом. Понимаете, мы же друг друга зеркалим. Сіз өзіңіз айтқансыз, сіздің сабағыңызда болған. Әйел 70% әйел энергиясынан, 30% еркек энергиясынан. Еркек наоборот, да? Поэтому друг к другу мы тянемся, притягиваем, да? Вот осы нәрсе. И реально адамдарда да сондай нәрсе бар екен, да? Бірақ білесіз ба, мен сіздің сабағыңыздан кейін я стала женщиной с яйцами. Вы из меня сделали мужеподобную женщину, такую сильную женщину, да? Ну как бы это не знаю, некрасиво звучало, но это факт. Мен андай болдым да, мен былай түсініп қаппын да, қаржылай сауатты әйел деген мықты әйел, өзі ақша табатын әйел, крутая вот такая, и ешкімге бағынбайтын әйел деп түсініп қалдым ғой мен миым. И сондай болып жүрген ғой мен достигатор. Бір жыл бойы достигатор, өзіме планканы көтеріп алам, сөйтемін да, ананы достигать етпегенше мұрын қанағанша жұмыс істеп, сондай болып кеткем да. Сөйтіп бір жағымды қарасам, бір жағым өшіп қапты ғой мен. У меня вот вообще не развивается личная жизнь. Карьера, баланс жоқ. Помните, сіз бізге бір баланс сызып үйреткенсіз. Менің домалағым емес, бесбұрыш па сондай. Жүрмей қалды, иә. Тап осыны айтайын дегенім қазір. Осы столға байланысты домалақ демекші. Осыны төртке бөлетін болсақ, бірінші рухани болады, екіншісі семья болады, үшіншісі тұлғалық, яғни личностный деген сияқты. Төртіншісі сосын барып карьера болады. Енді мен қазір соның барлығымен жұмыс жасап жатырмыз ғой, енді проработкада. Жақсы, рухани мәселені енді сіз өзіңіздің ішкі жаңағы Аллахпен байланысыңыз. Енді семьяға байланысты келген кезде жақында енді оны жасыратын түгі де жоқ, жасырып та істейміз оны. Адамдар деген уже жан-жаққа сіз туралы әңгімелер кетті енді. Біреулер жақсы ойлайды, біреу жаман ойлайды деген сияқты. Иә, көре алмайтын адам бар, жақсы көретін адам бар деген сияқты. Соның ішінде семьямен не болып жатыр? Андай ғой, адамдар сөйлеген кезде мен негізі қуанамын да. Мен туралы обсуждать етіп. Потому что артта келе жатқан адамды ешкім обсуждать етпейді. Сол ғой. Алдындағы адамды я іштарлықтан, я өзінің қолынан келмегендіктен, бағанағыдай өзінен жыны келгендіктен біреуге срываться ету керек қой. И солай сөйлейді да негізінде. Негізі оларға Аллах разы болсын. Білесіз ба, мен осы жақында ғана Мұхамеджан Тазабек ағаменен бір сөйлесіп қалдық. Сол кезде мен енді ренжіп айтып жатырмын ғой. Мен өйтті бүйтті, адамдар астарлы ақиқатқа шығарды деп жылап жатырмын ғой. Сөйтсем, Айбара ханым Айша анамызға нұр сүресі түскен дейді. Сен де Аллахым сүйген құлы болғандықтан сондай нәрсе жасап жатыр, тазалап жатыр сені дейді. Дың деме. Алдыға қарай, мақсатыңа қарай жүре бер дейді. Семья не болып жатыр? Семья соттасып жатырмыз әлі. Иә. Бітпейтін мынандай конфликт жағдайында. Мысалға адамдардың ойында семья деген ол бір орында тұру керек, олар ажыраспау керек, олар осындай болу керек деген бір шаблон бар адамдарда. Иә. Бірақ как будто бір екі адам ажырасып кетсе, екеуі де бір жаман адам сияқты болып қалады. Сіз қалай ойлайсыз, бұл өмірде адам бір-бірімен тұра алмайтын болса, олардың екі жаққа кетуі дұрыс нәрсе ме, дұрыс емес нәрсе ме? Негізі ұстаз, самый такой вот больной темалардың бірі, когда ортада балалар бар кезде, иә. Балалардың ешқандай кінәсі жоқ, ол әкесін не анасын таңдауға олардың ешқандай несі жоқ. Оларға әкесі де анасы да керек. Бірақ жаңа айтып жатсыз ғой, семьяда егер де екеуі разный болып кетсе, бірге тұру деген. Мен осы нәрсені көп ойландым. Вот бұл да осы біз 32 күндік практикумда алған білімдердің бірі деп ойлаймын. Прям қарым-қатынас деген нәрсе, иә, взаимоотношения с людьми. Мен өзімді сындырып, ол кісі мені ужинға шақырды. XQ. Содан өзімді сындырып бардым мен, кішірейіп.
енді қатын болғаннан кішірей деп үйретіп тастаған ғой енді соны жарайды енді кішірейін деп бардым да и тыңдап отырмын білесіз ба, я просто ушла от темы, надо сыртынан, помните, үшінші болып сыртынан қарап үйрен жағдайға деп үйрететін едіңіздер біз даже геймификация сабақтарында вот Азамат мырзамен өткенде я такая сижу и какие мы разные, как мы жили вообще деген нәрсе болды да мен. Сосын ойландым, мен балаларым өседі ертең, біреу әйел алып кетеді, біреу байға тиіп кетеді, а мен осының қасында тұруым керек қой. Ой, қойшы дедім. Я достойна лучшего. Мені бағалайтын, я болмаса білмеймін. Бір мысық па күшік па асырап аламын да, жүре беремін, нормально все деген нәрсе болды да. Түсінесіз ба? Негізінде адамның күні адаммен деген сөз бар. Бірақ негізі адамның жаны Аллахтан болғандықтан бізге Аллахтан басқа ешкімге мұқтаж емеспіз ғой негізі. Біз еркекке мұқтаж емеспіз расында әйелдер. Білесіз ба, мен білмеймін, мен өзім солай түсінемін. Сіз может келіспеуіңіз мүмкін. Бірақ ақшаны таба алады екенбіз, талды да өзіміз отырғыза алады екенбіз, үйді де сала алады екенбіз, баланы да туа алады екенбіз, ол балаларды оқытып көтере алады екенбіз. Я так думаю, зачем миыңды жейтін біреу керек? Зачем? деген нәрсе болады да менде. Бірақ сіздің ойыңыз? Бірақ ой болғанда шынымен де ешкім ешкімге мұқтаж емес. Бірақ бір-бірімізге сынақ қылып қойған ғой негізінде ше. Сынақ дегенде мысалға біреулер айтуы мүмкін, мен өмір бойы әйел алмаймын деп айтуы мүмкін да. Бұл проблемадан қашады да. Яғни проблемадан қашады да, жауып тастайды да, мен жасамаймын дейді. Мысалға айтайық, бізге қазір мен бір адамдар бар дейді. Мен өмірде кедей болсам, жәннатқа бірінші кіріп кетемін. Көрдіңіз ба? Иә. Өйткені сондай нелер бар, уәделер бар да, яғни бай адамға қарағанда кедей адам жәннатқа бірінші кіреді. Бірақ кедейлікті қолдан жасауға бола ма деген нәрсе бар да. Өйткені кедей болған үшін де сұраламыз біз негізі. Өйткені Алла Тағала бізге ең бірінші ақша берген жоқ, бізге бір энергия берді. Басқаға бермеген энергияны берді. Сол энергияны жұмсамағаны үшін де біз сұралады екенбіз. Мысалға айтайық, мен еркекпін, мен еркек бола тұра, еркекті күшім болса, мен әйел алмаған үшін сұралады екенмін. Көрдіңіз ба? Мен баланы көбейтіп, оны мұсылман қылып тәрбиелемеген үшін сұраламын. Яғни ол ризық болып тұр ғой, көрдіңіз ба? Сөйтіп қой, мен проблемадан қашамын деп өзің бүйтіп отыратын болсаң, онда айтқанда не үшін деген сияқты ғой. Яғни біз келген нәрсеге емес, келу үшін бір нәрсені жұмсау үшін де соған да сұралады екенбіз негізінде. Сондықтан ол қаша алмаймыз екенбіз бәріміз де. Сондықтан тамақ ішу керек, қарын тойдыру керек деген сияқты сондай бір қажеттіліктер бар деген сияқты. Табиғат қой, жалпы табиғатта бәрі сендерді жұп-жұп қылып жараттық дейді ғой. Осы жерде жұп деген кезде тек қана әйел мен еркек емес, жалпы бизнесте де, например, біреулер айтады, мен бизнесті өзім жасаймын дейді ғой. Сен өзің жасай алмайсың неге? Өйткені бұл өмірде барлығы жұп-жұппен жаратылған. Алла Тағаланың негізгі жұп қылып жаратуының ең бірінші хикметі адамдар бірігу деген нәрсені алып келген. Сондықтан пайғамбар жамағатпен бірге болыңдар, сапарға жалғыз шығуға болмайды. Қарап отырсаңыз. Сондықтан жалғыз отырған адам күнә жасайды деген сияқты сондай нәрселерді көп айтады. Бізде исламда жалпы адамдардың бірігуіне шақырады. Ал егер мен өзімнің проблемам өзіме деп бөлініп кете беретін болсақ, онда біз айтқанда шайтанның қолына түсіп қалуымыз мүмкін екен. Сондай нәрсе. Осы соңғы екеуміз шай іштік қой жаңағы, өзімізше бөлек. Сол кезде менің алған бір үлкен инсайтым болды да, что Аллах бізге берсе екі жағдаймен ғана береді екен, любой нәрсені. Я біз сабақ алсын деп, я біз тәжірибе алсын деп. Ол сынақ үшін жоқ, сынақ жоқ. Сонда өмір сынақ деген нәрсе кедей мышлениядан шықты ма деп ойлап қаламын да мен негізі. Сіз айтып жатсыз ғой, мен кедей болсам, мен жәннатқа бірінші кіріп кетем деген не бар екен деп ше, көзқарас бар екен деп. Очень интересная точка зрения, например, да, кедейлік тек материалды болмайды ғой. Кедейлік, мен осы нәрсеге реально көзім жетті да, потому что был момент, когда я обанкротилась, ұстаз. Мен 4 бизнес аштым ғой, Жеңіс Ордадан кейін 4 бизнес аштым. 4-еуі де традиционный бизнес, бәрінің рентабельності 98-97% болды. Өте маржинальный бизнес аштым. И в один момент, тура августте, 4 бизнестің 4-еуі де банкрот болады из-за того, что я не считала рентабельность чистой прибыли. Мен валовыйға қарап жүре бергем, сөйтсем ағып жатыр екен да басқа жақтан ақшам. И солайынша 4 бизнесім бірден банкрот болады, и аяқ астынан менде долг образовывается, қарыз. Потому что бизнестің бәрі партнерный инвестор тартқанмын. Өзіңіз білесіз ғой, мен пысықпын ғой, ан жақтан, мұн жақтан ақша тартып, әйтеуір жүрем ғой. Сөйтіп істегенмін, и менде депрессия.
и мен Қазақстанға сыймаймын до такой степени. Соңғы ақшаға билет аламын да Турцияға ұшып кетемін, Бодрумда Эге теңізіне батып качественно депрессовать етемін ғой мен. Солайынша Сіз қымбат депрессовать етесіз. ұстаз үйретті ғой, айтты ғой бәрін качественно істеңдер деп. Енді бәрін качественно миымызға кіргізіп тастаған до такой степени. Но это было плюсом, знаете, мен сол кезде түсініп келдім да. Я не бедная, просто қазір ақшам жоқ. Ничего страшного, қазір уақыт өтеді, байып кетемін қайттан. Деген нәрсе пайда болды да. Вы не представляете, реально 2 айдан кейін я становлюсь миссис Казахстан, и у меня бірнеше партнерство ашылады, у меня начинается бизнес с Дубаем. Вы не представляете, вот так я привлекла инвестора, Алекс Горбачев, кстати, ютубта бар тоже менің подкастым ол кісімен де. Белгілеп кетеміз. Я, иншалла. Вот солайынша жұмыс жасап кетеміз. И менде появляется новый кэш, и артынан екінші удар. Жаңағы айтқан адамдардың аузында жүрген астарлы ақиқатқа шығарады. Бір кездерде бұл еркектің майдалығынан ба неден екен сізден білгім келеді да осы нәрсені. Бір кездерде мен ажырасып үйден кетіп жатырған кезде сен бомж болып кетпесең болды деп айтқан еді маған. Сен сценарий бойынша мен бомж болуым керек еді да. Бірақ байып кеттім ғой енді. Сондай болып қалды да енді. Менің сценарием болды десеңші. Иә, алимент төлемедің деген немен шықтым ғой мен. Алимент төле деп шықты ғой маған. Негізінде ұстаз мен алимент төлеймін. Жақсы төлеймін алиментті. Арзан алимент төлемеймін, нормальный алимент төлеймін мен негізі ше. Альхамдулилля. Но бағана айтқан сияқты не деді, жаңа жұмыртқасы бар әйел болыпсыз да. Енді айтайын дегенім, мысалға маған көп адам келеді ғой енді. Жайдан жай келмейді ғой енді, білесіз ғой, бізге келген кезде бір болып тұрған адам келмейді, болмай жүрген адам келеді өзі. Бай айтқан сияқты, рухани жағынан да, семья жағынан да, тұлғалық жағынан да, материалдық жағынан да болмай жүрген адам келіп проблемасын шешуге келеді. Сонда мен оларға айтатын бір ғана сөзім бар да. Мынау айтайын, жаңағы біреу күйеуін айтады, әйел болса күйеуін айтады, еркек болса әйелін айтып шығады. Біреулер досын айтып шығады, достарым лақтырып кетті, біреулер мамасын айтады, біреу әкесін айтады деген сияқты сондай нәрселерді айтады да. И соларға ренжіп, жаңағы соларды ойлап, неге ол ондай болды екен, неге мындай болды екен деген сияқты нәрсе болады. И осы орайда жаңағы осуждение деген бар ғой, жаңағы біреуді талқылау деген сияқты нәрсе. Содан мен түсінгенім мынандай нәрсе бар екен. Көз алдыңызға елестетіңіз, біз ойынның ішінде жүрміз. Бұл просто менің мысалым қылып айтайын десем, Алла Тағаланың өзі Құранда бұл дүние сендер үшін ойын, ермек қана дейді да. Алла Тағала өзі айтып жатыр. Бұл ойын дейді негізінде, мына бей жүрген дейді. Енді жақсы, GTA деген ойынды білеміз ғой, бәрі біледі ғой, GTA деген. Көз алдыңызға елестетіңіз, сіз GTA деген ойында жүрсіз. Сосын сізге жаңағы мышкаңыз бар, компьютерде отырсыз, и сіз келе жатырсыз, и сізге мындай тапсырма беріледі. Сенің алдында келатқан адам сені ұрады, саған жаман сөз айтады. И сен егер соған елемей өтіп кететін болсаң, саған плюс 50 балл береміз. 50 монета береміз десе. Ойынның ішіндегі шарт. Ал егер сен оған қарсы шығып, онымен айналысып, оған қарсы боғауыз айтып немесе ұратын болсаң, онда сен минус 50 балл кетеді десе. Қазір сізге сұрақ. Сіз осы ойынның ішінде мақсат балл жинау. Не істейсіз? Елемей өтем. Елемей өтіп кетесіз. Қиналмайсыз ба? Неге анау маған сөз айтты? Анау неге маған бірдеңе дейді? Осы ұрып жатыр жаңағы. Ойынның ішінде қолым сермеп жатыр. Сіз ойланасыз ба? Ойнап жатсыз өзіңіз. Ойланасыз ба? Неге мынау менің қолымды сермейді? Неге маған қарсы шығып жатыр деп ойланасың ба? Ойынның ішіндегі айтқанда. Ойланасың ғой енді. Неғып ойланасың? Неғып ойланбайсың? Ол сурет қой ол. Ол сурет қой ол. Ол ойын ғой кәдімгі. Программа солай жазылып қойған. Программада ол сізді ұру керек болып қалды. Бірақ ол неде негізінде сіз ойнап жатқанда программа сіз үшін жасалған, чтобы сіз балл алу үшін, либо минус балл, либо плюс баллға кету үшін жасалған. Дұрыс па? Онда сіз аласыз да ана балды көп алу үшін соңына дейін бәрін кешіріп шығасыз, бәріне елемейсіз, қарсы жасамай өтіп кетесіз. Принятие деген нәрсе. Неге солай бар ғой, дұрыс па? Тап сол сияқты осы өмірде де Алла Тағала сізге сол күйеуді жаратып қойды. Объект. Маған андай адам жаратып қойды. Ана кісіге мынандай адам жаратып қойды. Ол бәрі жақсы бола бермейді, жаман қылып та жаратып қойды. Чтобы біз
сауап алу үшін. Көрдіңіз ба? Испытание, бағанағы сынақ деген нәрсе қиналу емес, яғни ойын болып жатыр бұл жерде. Енді қараңыз, мен өзгерте аламын ба ана адамды? Өзгерте алмаймын ғой. Көрдіңіз ба? Неге өзгерте алмаймын? Өйткені менде үміт болмау керек өзгерту деген. Өйткені Алла тағала өзі айтып жатыр, сен өзіңнің жақсы көрген адамды тұрғыға сала алмайсың дейді. Енді қызық айтайық. Бұл нәрсеге біреулер ойлап отырады да, сенің айтып жатқаның оңай ғой дейді да. Қалай өзгертемін? Өзгертуге болады деп ойлауы мүмкін. Онда былай айтамыз. Дәджжал мысалға. Ертең қиямет жақындағанда дәджжал келетінін білеміз. Дәджжалдың жалпы Алла тағала бізге дәджжалдың қалай келетінін, қай жерге түсетінін, қандай әрекеттер жасайтынын және оны кім өлтіретініне дейін айтып қойған тағдырын. Жақсы. Біз біліп отырмыз оны. Енді Алла тағала бізге айтады, ол келген кезде, ол келді екен деп асығып көрем деп асықпаңдар деп жатыр. Қарамаңдар. Қолдан келгенше анау Мекке Мәдинаға қарай қашыңдар деп жатыр. Сосын анау әйелдеріңді ұстап байлап қойыңдар, потому что әйелдер бірінші шығып кетеді деп жатыр ана жерге көруге. Содан кейін Кахф сүресі бар, соны оқыңдар деп бізге қалай қолдану не істеу керек, қорғану керектігін бәрін айтып қойған. Енді айтайық, біз бәрін естіп алдық. Енді дәджжал келсе, дәджжал жаңағыдай әрекеттер жасап жатыр, Алла тағала айтқандай. Қалай ойлайсыз, сіз дәджжалға ренжисіз ба? Не үшін ренжимін? Неге ренжімейсіз? Не үшін ренжимін? Сценарий бойынша жазылып қойған ғой енді. Көрдіңіз ба? Қабылдайсыз? Көрдіңіз ба? Сіздің ренжімейтін себебіңіз дәджжалдың сценарийін алдын ала біліп отырсыз сіз. Түсінді ма? Тағдырға иман келтіру дегенге келді ғой мынау. Көрдіңіз ба? Енді қараңыз сізге айтайын. Сіздің күйеуіңіздің тағдыры жазылып қойды ма, әлде жазылған жоқ па? Жазылып қойды. Онда неге ренжисіз? Негізінде ренжімеймін мен ол кісімен. Мен сізге айтып отқан жоқпын. Мен сізді осуждать етуге де мен правам жоқ. Мен қазір көрерменге көрсетіп жатырмын ғой. Сізді пайдаланып, қазір осы көрермендердің ішінде өзінің күйеуіне ренжіп жүрген адам бар ма? Бар. Иншалла. Пайдалы болсын. Рахмет. Өзінің әйеліне ренжіп жүрген адам бар ма? Бар. Оларды өзгерте алмайсың сен. Оған деген өзіңнің отношениеңді, яғни өзіңнің қарым-қатынасын өзгертесің. Олар өзгермейді. Олар Алла тағала қарап тұр. Алла тағала не ошибся? Былай айтқанда, Алла тағала қателеспейді ол. Ол уже жазып қойған бәрін, қалай болу керек болған. Мына Құран түсіп жатыр ғой. Құран түскенге 23 жыл бойы түсті ғой. Соның ішінде Абу Жахилдің жаңағы ислам қабылдамайтыны, Абу Талибтің ислам қабылдамайтыны, Абу Жахилдің әйелімен бірге екеуі тозаққа кіріп кететіні, ол жазылып қойған да. Өйткені Құран уже түсіп қойған негізінде. Пайғамбар өмірге келмей тұрып Құран түсіп қойған негізінде. Қарашы. Просто пайғамбар келді өмірге, тағдыр бойынша біртіндеп түсе бастады. Сонда анау бар емес па? Масад деген сүре бар ғой. Абу Жахил мен жаңағы әйелі екеуі тозаққа кіреді деген аят бар сол жерде. Көрдіңіз ба? Сол аят негізінде олар дүниеге келмей тұрған кезде жазылып қойған ғой. Көрдіңіз ба? Яғни бәрі сценариймен келе жатыр. Бәрі сценариймен келе жатыр. Хорошо, бесполезно дейсіз ғой. Хорошо, бесполезно. Просто біз өзіміз оған деген отношением қандай, яғни мен оған деген қарым-қатынас қандай, соны ғана өзгертеміз. Сол кезде жүректе тыныштық болады. Ұстаз, егер де біздің сценарий барлық тағдырымыздың бәрі жазылып қойған болатын болса, в судный день за что нас? Енді қараңыз. Сіз мынандай нәрсе бар. Дұғаның ішіндегі дұға арқылы өзгерту деген нәрсе бар. Яғни қараңыз, көшеде келе жатырмыз, мына жолмен жүретін болсам да тағдыр, мына жолмен жүретін болсам да тағдыр. Көрдіңіз ба? Бірақ мынаны таңдау бізге беріліп қойған. Мынаумен жүресің болсаң, мына жерде осындай бар. Мынаумен жүретін болсаң, осындай бар деген сияқты. Мысалға, бағана ойынға байланысты. Ойында да сондай. Мен талай бір кішкентай кезімде бір ойындар болған, Хитман деген ойын болған. Жүріп келе жатамда екі жол таңдап тұрады бүйтіп. Қайсын таңдайсың деп. Сосын тұрамда оң жағын таңдаймын, кеттім. Барамда жаңағы танкілер шығады, өйтеді бүйтеді деген сияқты. Сөйтіп ұтылып қалам. Сосын қайттан бастайды ғой. Интересно, мына жаққа таңдап көрейінші, енді мына жақты басам. Бір ютубта бір не бар? Күшті бір программа бар, білесіз ба? Бір жігіт келеді да, кәдімгі күшті түсірген, қалай түсірген білмеймін. Мен қазір сумен өтем дейді. Немесе құрлықпен өтем дейді. Қайсын таңдайсыздар деп кәдімгі айтады. Ютубтан қарасаңыздар болады. Сосын кәдімгі адам түсіріп жатыр осындай кино сияқты. Сосын астына шығып тұрады. Оңға солға деп. Оңғаны басып қалсаң бар ғой, анау, сендер менің суда жүруімді қаладыңдар дейді де, сумен жүріп, быт-шыт болып, жүріп кетеді ғой. Сосын мен ана видеоны қайттан басынан бастаймын да, оң жақты басып, сол жақты басып қаламын ғой. Сендер менің құрлықта жүруімді қаладыңдар дейді де, құрлыққа жүріп кетеді ғой анау. Екі жағын түсіріп қойған ғой.
көрдіңіз ба? Сонда адам таңдаса, қайсысын таңдаса соны көреді да, былай айтқан кезде. Қарап көріңіз, иә. Именно сол сияқты, яғни Алла тағала айтады өзі сендерге таңдау берді дейді. Сондықтан да нәпсіні жаратып қойған ғой бізге. Періштелерде таңдау жоқ мысалы. Періштелерде нәпсі болмайды. Неге? Нәпсі болмаған жерде таңдау жоқ. Малдарда таңдау жоқ. Малдарда таңдау жоқ. Жындар мен адамдарда таңдау бар. Сондықтан біз көбіне таңдағанда нәпсіміздің қалауымен таңдайды екенбіз. Сонда менің осыншама жетістіктерге жетуімнің барлығы нәпсімнің қалауы болған ба? Иә. Нәпсім жақсы екен ғой да менің. Нәпсім кайф екен ғой десең. Жақсы екен, жақсы. Бірақ енді жақсы деп отырған кезде Алла тағала айтады, сендерге бір нәрсе жақсы көрінуі мүмкін, бірақ ол сендер үшін жаман дейді. Ал сендерге бір нәрсе жаман болып көрінуі мүмкін, бірақ ол сендерге жақсы дейді. Осы орайда тағы да сұрақ болады. Мен қайдан білемін маған мынаның жақсы ма жаман емес пе деген сияқты. Сонда айтамын, осы әрекеттен кейін Аллаға бір табан жақындасаң, ол сен үшін жақсы екен дейді. Көрдіңіз ба? Именно осы әрекет арқылы Аллахтан бір табан алыстап кетсең, ол саған жаман дейді. Яғни задумка дейді ғой. Ең соңындағы Аллахтың біз істеу керек болған нәрсе бар ғой. Тек қана Аллахқа жақындау. Енді осы жерде біреулер көреді да айтады, дедім, қатысы жоқ адамдар айтуы мүмкін. Осылар бар ғой, бірдеңе болса болды, сақал шығарып алып, жаңағы орамал тағып алады да, бірдеңсе болса дінді айта береді. Діннен басқа шаруа жоқ па дейді ғой жаңағы. Сөйтсек бізде діннен басқа шаруа жоқ екен. Өйткені діннің ішінде ризық деп айтылады ғой. Ризықтың ішінде энергия да бар, ризықтың ішінде ақша да бар, ризықтың ішінде ішкі бақыт та бар, мүмкіндік те бар, адамдар да бар, жақсы адамдар деген сияқты. Сондықтан пайғамбар салам ақымақ емес қой, келіп алып бәрін ысырып қойыңдар да, вообще біз тек қана жалғыз Алла тағаланы ұлықтауымыз керекпіз деп айтқан кезде ешкім айтқан жоқ қой. Бизнесіміз қайда қалды? Біз сонда не әйел алмаймыз ба? Сонда біз не постоянно намаз оқи береміз ба деп айтқан жоқ қой ешкім. Ләббайк деді, бәрі сразу не істеді? Бас иді. Енді қай уақытта сахабалардың барлығы осы дін деген нәрсені қабылдап еді, әлемді басып алды ғой. Құрылыстар салды ма? Салды. Бүкіл бизнестің бәрін жүргізді ма? Жүргізді. Финансидың бәрін есептеді ме? Есептеді. Саудан жүргізді ма? Жүргізді. Именно сол қай уақытта Алла тағалаға бас иді, сол кезде мұсылмандар жақсы болып тұр, мықты болып тұрды ғой. Бүкіл Европаны басып алған жоқ па? Бүкіл Испанияны басып алды. Жаңа не айтады жаңағы Константинопольді басып алды. Бүкіл жерді басып алды. Қазір міне біз қай уақытта Алла тағаладан алыстадық, сосын әлсіз болып жатырмыз біз. Дұрыс айтасыз. Осы жерде прям күшті нәрсені қосып кеткім келеді. Жаңа айтып жатсыз ғой, пайғамбарымыз саллаллаху алейхи уассалам, мен негізі діннен өте алыс әйел болғанмын. Бірақ қалай дінге келдім, солайынша әлі күнге дейін ұстаздармен оқимын. Әлі күнге 4 ұстазым бар, Құраннан сабақ беретін. 4-еуін чередовать етіп, потому что біреуі жетпейді маған, менің энергиям бешеный. Олар шаршап қалады. Солайынша қазір оқып жатырған жайым бар. И сол ұстаздарымның берген білімінен мынандай нәрсе түйдім да. Жалпы пайғамбарымыз саллаллаху алейхи уассалам ең мықты продажник болған екен да. Самый крутой маркетолог это Аллах тағала. Енді қараңыз, продажа деген сөз сату деген сөз ғой. Сату деген сөз талдап көрейікші. Ату дегенге келеді да. Ату, дәлдеп ату да, тигізу. Оның ішінде ат деген түбір бар да. Ат дегенде көзіңізге қандай ат елестейді? Доғықлы біп кеткен ат елестемейді, шауып келетқан, иә. Сондай бір ат елестейді ғой, энергиясы көп, иә. И бірінші әріпі С, это вот счета, да, закрывать счета. Просто бір сату деген қазақтың өзінің сөзі үлкен мағына береді да. То есть сен всегда энергиямен дәлдеп өзіңнің мақсатыңа жет деген сөз да ол негізі. Бірақ көбімізде біз сату деген нәрсеге келсек, андай пихать ету, біреуге бірдеңені втирать ету деген нәрсе болып қалды. Мен біреуге бір жамандық жасап жатқан сияқты. Но это там же милость Бога. Если пайғамбарымыз саллаллаху алейхи уассаламның өзі мықты продажник болған болатын болса, Хадиджа анамыз, мысалы бір Мединаның кәдімгі ең мықты байыр болған ба, не дейміз қазіргі тілменен айтқан, сондай бір мықты саудагер болған ғой, Меккеде. Сондай нәрсе болған болатын болса, неге қазір біз өзіміздің бизнес жасау, біреу арам, адал деп бөліп жатады ғой, осылай бәрі сіздің сөзіңізге келеді да, вот неге дінді айтып отыра береді деп. Егер де осы сөздердің барлығы, сәл кішкентай действияның барлығы расында Аллахтың разылығы үшін, Аллахтың милостын тарату үшін жасалған болатын болса, неге жасамасқа? Құлшылық қой бұл. Намаз ғана құлшылық деп кім айтты? Ораза ғана құлшылық деп кім айтты? Бизнес жасап, мысалға, су өндіріп шығар, таза су өндіріп, қанша адамның денсаулығына пайдалы. Құлшылық
мощный құлшылық. Ол адам да бәлки даже намаз оқымауы да мүмкін. Мысалға сіз бір сабағыңызда айтқансыз, дүниені Аллахым байлықты кәпірге де беріп жатыр, дінсізге де беріп жатыр, и мұсылманға да беріп жатыр. Не айырмашылығың бар? Не айырмашылығың бар? Где милость Бога? Вот қараңызшы, сіз тоже біз 32 күндік практика. Мен сол сабақтарды мысалға енді қортамшы қазір. Мен мысалы оқып кеткелі қай заман оны да. Но енді ол сіңіп жатыр да, енді разбираю кейдеші. И мынандай нәрсе бар да. Мысалға мына стаканды жасап шығардық. Производитель да, мынаны жасап шығарды, производитель. Одан кейін осы нәрсені организовать етті. Міне столдың үстіне үш стаканды қойып организовать етті. Енді осы нәрсені сатқан адам болатын болса, ең үлкен сауапқа кенелетін сатушы екен да. Кто продвигает. Потому что он вещает милость Аллаха. Понимаете? Он вещает милость Аллаха. Мынаны құр жасап қойғаннан не пайда, егерде бұл адамдарға қызмет етпесе. Вот өте үлкен нәрсе. Алдында маған бір кісі бүйтіп айтады енді. Аллаға шүкір, жаңа айтып жатсыздар ғой, ол деген балаларсын тастап кеткен, күйеуден жазып кеткен, неше түрлі сөз. Альхамдулилля, миссис болғалы кішкене ухажерларымыз да көп. Алдында маған гүл жіберіпті да бір кісі, тоже мұсылман діндегі кісі да, бүйтеді да, негізінде білесің бе дейді да, ол гүл сенің атыңмен өскен дейді да негізі. Мә, ана жерде деген бүйтіп қарансың ба, шалғай да, ондай да бола ма не деп ше. Содан кейіннен мен расында ұстаздардан оны іздедім да. Солай екен расында. Біздің алдымызға бір тамақ келетін болса, ол тамақ расында біз үшін уже өскен да, ана жақта жаратылған. Сіз айтып жатқандай жазылып қойған екен да ол нәрсе. Сосын қазір гүл не келсе де уже андай благодарностьпен аласың да, ол Аллахтың қалауымен деп жатыр, благодарностьпен. Алдын ала уже тағдырда жазылып тұр, чтобы ол гүлді несе үшін, ол гүлді сізге келу үшін ол өсу керек болды да, еще өсіп жатқан кезде тағдырда жазылып тұр да, мына гүл өседі да, оны бір жұлып алады да, оны айбарға сыйлайды деген сияқты отыр. Вообще, это просто милость Аллаха, расында милость Аллаха. Сол сияқты мына араққа байланысты айтады ғой. Араққа байланысты. Треш жасайды отырып алып, иә? Жоқ, енді ана кейбір адамдар түсінбей қалуы мүмкін да, кей уақытта философияда ойлап қалуы мүмкін ғой. Бұл жерде дәлелі бар да оның жаңағы. Мысалға, Алла тағала арақ мәселесін айтқан кезде, арақты құюшы, оны шығарушы, оны тасушы, оны ішуші, оны көмектесуші деген нәрсе бар ғой. Басынан бастап 10 адамды лағнет деген екен да жаңағы. Яғни арақтың шыққанынан бастап тұрып, оның жаңағы ішкенге дейінгі істеген нәрсенің, былай айтқан, соған қатысы бар адамдардың барлығын лағнет деген да. Ал енді оның қарама қарсысы бар ғой енді. Мысалы айтайық, бал болсын деген сияқты, немесе сіздің жаңағы оқуыңыз, например, бір адамға оқу беріп, оқыту арқылы өзіңіздің ісіңізде соны таратып отқан болсаңыз, соны подкастты түсіруші, жаңағы қасыңызда жүрген ассистентіңіз деген сияқты солардың барлығы сол нәрсенің сауабына не болады, ие болады деген сөз ғой негізінде. Сондықтан жаңа сіздің сөзіңізге тұздық ретінде айтып отқаным ғой негізінде. Ja, керемет. Закрепление. Сондықтан айтады, Алла тағаланың алдында дәрежесін бәрі білгісі келеді. Иә? Мысалы айтайын, сізге айтайын. Сіздің Алла тағаланың алдында дәрежеңіз қандай деп ойлайсыз? Білмейсіз ба? Енді қараңыз. Өзі жасып пайғамбар айтқан, егер сен Алла тағаланың алдындағы дәрежеңнің қандай екенін білгің келсе, оның сені немен айналыстырып қойғанда қара дейді. Көрдіңіз ба? Егер сіздің айналысып жүрген нәрсеңіз адамдарға пайдалы, қоғамға пайдалы, айтқанда разрушение емес, яғни адамдарға айтқанда бір нәрсені жасауға, оларға пайдалы болатын болса, нәрсемен айналысып жүрген болсаңыз, онда сіздің дәрежеңіз жоғары екен. Ал егер разрушение болады ғой, адамдар бүлдіріп жатыр, біреуге қайғы сыйлайды, өмірі соның қасында жүрсе, жүргісі келмейді ешкім, жаңағы негативпен жүретін адам болатын болса, ол біле берсін, оның дәрежесі өте төмен деген сияқты. Сондықтан біз таңдап алады екенбіз негізі өзіміздің Алла тағаланың дәрежемізді. Иә, Алла тағаланың дәрежеміз жоғары болсын. Қандай тағы да жеңіс ордаға тілегіңіз айтасыз? Сіз өткенде бір сөзіңіз айтқансыз, жаппаңызшы сол 32 күн деп. Мен қазір мысалға проработкаға кетіп жатырмын. Адамның психологиялық жағымен. Енді психология дегенде мен психолог деп айтпаймын өзімді, потому что психологпын дейтін болсам, тағы біреуге барып тиемін да, жаңағы анау шетелден оқып келген түсінбейтін бір нәрселерді айтатын адамдарға тиіп кетуі мүмкін. Сосын мен барып өзімді діндармын деп айтпаймын, жаңағы діни маманмын деп айтпаймын, потому что діни маман болатын болсам, ол кезде мен имам болып кетуім мүмкін деген сияқты. Мен жалпы адамдарға сол ішкі жүрегіне операция жасайтын адаммын деп айтамын да өзімді, жаңағы проработка. Сол нәрсеге мен айналысып кеттім. Енді мен
болашақта бизнес туралы, ақша туралы сөзді азайтатын сияқтымын. Тек қана ішкі нәрсемен жұмыс істеу керек болады. Енді сіздің ұсынысыңыз 32 күн деген нәрсе саны қалуы мүмкін, бірақ оның ішіндегі нәрселер көбіне сол жаңағы рухани жағынан болуы мүмкін ба деп ойлап жатырмын да. Сіз қандай тілек айтатын едіңіз? Мен мысалы ойлаймын да, 32 күндікті енді менің миым кішкене басқаша жұмыс жасайды. Мен кішкене больше организатор и не нәрсені сақтап қалуға тырысамын. 32 күндікті неге жабасыз вообще? Түсінбеймін да мен сол нәрсені. Істеп тұрған нәрсе ғой. Неге жабасыз дейсіз ба? Қараңыз. Сіз сияқты шешім қабылдайтын тәуекелшіл адамдар өте аз бізде. Дұрыс қой енді, ол сіздің еншіңіздегі нәрсе емес қой. Сіз неге это же благо Аллаха. Почему сіз ол нәрсені қазір шектеп жатсыз? Вы не можете это сделать? Деп ойлаймын енді, деп ұрсағансың ба? Рұқсат бермей жатыр, уже менің оқушыларым жабылып. Жоқ, мынандай ғой. Біз қараңыз, біз 32 күндікте қаншама адам оқып шықтық, иә? Мына сөзді естідіңіз ғой, иә? Халықтың сұрауымен деп жаңа сториске шығады ғой. Иә. Міне, халықтың сұрауымен деген осындай болады. Жаптырмай жатыр. Енді қараңыздар, сол 32 күндікте оқыған барлық шәкірттеріңіз бар ғой, мейлі ол бірінші поток болсын, екінші поток, неважно қанша поток болды. Мен өзім қаншасы поток едім. 400 адам. Сіз 5-ші потоксыз. Мен 5-ші потокпын ба? Мен өзім білмеймін даже қай поток едім, потому что ол маған маңызды емес та, өйткені менің фокусым вообще басқа нәрседе болды да. Ол реально адамдарды өзгертетін нәрсе ғой. Почему бы не создать орта? Пусть будет это орта кәдімгідей. И осы 32 күндікті не 32 күндік, а можно сделать 32 күндік практикумда оқып жатырған шәкірттердің 1 жылдық нетворкингі, 1 жылдық ортасы. Сіз не обязательно сіз о жақта, понимаете? Айына бірақ резге бір сабақ өткетіңіз, жетеді бізге сол. Қалған уақытта делегируйте. Сіздің өте нәтиже көрсеткен мықты шәкірттеріңіз бар. Дәурен мырзаның өзі бір алдына, Азамат мырзаның өзі бір алдына, Бағлан мырзаның өзі бір алдына. Ресторан сол үшін ашып жатырмыз ғой, айтпақшы. Әркімнің өзінің жаңағы бойындағы нәрсе да, мысалға, сол бойынша. Ну, мен түсінемін да, ол сіздің өзіңіздің виденияңыздағы нәрсе шығар, өзіңіздің стратегияңыздағы нәрсе шығар да, бірақ сіз құндылығын көрген нәрсені, сіз мықты қылып көрген, түсінген нәрсені барлығы түсіне бермей тұстас. Біздің миымыз әртүрлі жұмыс істейді, әрқайсымыздың. Біз даже алдында сол бизнес практикум ханымдар жиналдық қой, өзімізше Марал ханым шығып келді. Ой да, өзімізше керемет, кешке дейін солардың артынан шашбауын көтеріп, алматылықтар күтіп, жаңағы сөйтіп жатырмыз ғой. Содан Дубайға барып келгенімізді айтып, өзімізше енді бір отбасы болып қалдық та. Біліп қарасаңыз, ханымдардың дәрежесі әртүрлі. Енді ер азаматтардың ортасында бұл басқаша шығар, бірақ әйелдердің ортасында кішкене бренд, Луи Виттон деген нәрсе рөл ойнап кетеді кішкене. Барған еліңнің саны, тиген байыңның санына дейін рөл ойнап кетеді бізде. Сондықтан солай отырып бір әңгіме болып қалған кезде мен бір нәрсені көрдім да ол жерде. Біз теңестік. Біз бір дастарханда біз теңестіріп қойды да. Мен айтамын да, Жеңіс Орданың рахмет осыда да. Біреуіңді Грестен, біреуіңді Ақтаудан, біреуіңді Оралдан, біреуіңді басқа бір жақтан алып келіп жинап бір орынға. Сен байсың, кедейсің демей, сен студентсің, сен жассың, кәрісің демей, бірімізді бір ортаға алып келіп біз теңестіріп қойды да. Это өте үлкен благо да, сауапты нәрселердің бірі. Мен мысалға Жансая ханымға өз бетімше Жеңіс Орда болмаса духым жетпей жүрмін ана кісіге барып сөйлесуге. Реально айтамын. Мен мысалға Асылзат ханымды қабылдамас па едім да, мысалға. Я бы ее на 3 буквы послала бы, честно. Кетші бар, өз жолыңмен жүрші дегендей да. Но когда біз, а здесь кто стоит? Ұстаз же стоит. И осы кісінің сіздің атыңызға, сіздің статусыңызға уважение болғандықтан мы друг друга терпели какой-то момент, потом друг друга начали принимать и вообще влюбились. Біз кәдімгі бір сестры как общаемся. Бір-бірімізше, ой, шотты мен төлеймін деп шотқа таласамыз, сен төлеме деп. Почему так происходит? Потому что есть ценность. И мен қазір сіз алдында да я так шарохнулась, когда сіз маған айттыңыз, біз практически, я говорю, вообще миға сыймайтын нәрсе ғой. Как можно закрыть то, что приносит благо людям? Да, сіз ойлап жатсыз ғой, тәуекелшіл. Елдің бәрі тәуекелшіл болып, өңшең тәуекелшілдерді жинап алып отырсаңыз да болмайды. Бәрі сізге қарсы шығып кетеді. Ана жерде сізді жыртады ғой бәрі жұлмалап. Арасында, ондай басылған адамдар да болу керек та. Сол тәуекелшілердің ішінен қаймақ шығады кейіннен. Спокойный болып біз басыламыз. Біз қашан қойсыз, деп достигатор болып жүрсіз. Бір күн басыламыз ғой, осознанность келеді. Егер сіз көріп отырған болсаңыз, онда шынымен де біз жаппағанымызды қалайтын болсаңыздар, онда астына жазыңыздар, біз барамыз. Жаппаңыз деп айтыңыздар. Сіздер болсаңыздар, біз боламыз бұйыртса. Негізі мынандай да, бұл жерде біреулер астыртын бір продажа жасап жатыр деп ойлап қалуы мүмкін. Мен былай айтайын сіздерге. Мен Айбара Ғазизбін. Любой жерден қарасаңыздар, вот Google-ға вбейте, астарлы ақиқаты бисмилля деп мен шығып тұрамын сол жерде.
өздеріңіз ойлайсыздар ма, адамның ішіндегі стерженді қалыптастыратын орта деп айтсам? Жанара Хамитова деген әнші болған, білсеңіздер. Баласын көрсетпегендіктен астарлы ақиқатқа шықты. Не болды соңы? Асылып өлді сол қыз. Астарлы ақиқатқа мені шығарғанда мықты достарым, режиссерлар, продюсер, мықты достарым. Мысалы, Ерлан деген досым бар, продакшыны бар. Сразу жазды: Айбара, все нормально? Пожалуйста, өзіңе ештеңе істеп қоймашы. Это всего лишь слова. Депші, это всего лишь маркетинговый ход. Пожалуйста, уедь куда-нибудь. Менің бір досым, Асыл деген, өзінің жаңағы умраға алып баратын несі бар, он мне подарил умру. Понимаете? Аллахтың қамқорлығы адамдар арқылы келді да маған. Просто Аллах мені защищать етіп қойды. Доверьтесь Аллаху. И понимаете, бұл жерде ешқандай продажа. Это же подкаст, это же просто әңгіме, менің ұстазыммен әңгіме, жария нәрсе да, мысалы. Сценарийде болған жоқ, 30 секунд деген әңгіме. Иә, вообще болған жоқ расында, жария нәрсе да. Мен негізі өзімнің ана титулдарыммен мақтанамын деп келгем, но на самом деле артында не болды? Артында сіздерге бір пайдалы болып қалсын деп жатырмыз да, бисмиллах. Егер де сіз өзгергіңіз келіп жүрген болса, сіз өзіңіздің өміріңіздің качествосымен не согласны, қарызды қарызбен жауып жүрген болсаңыз, айналаңыздың бәрі өшікші, сізді артқа тартатын орта болатын болса, шығыңыз ол жерден. Потому что сіз білесіз ба, мынандай бір притча бар ғой. Бір кемпір мен шал отырады, и қасында ит мынандай біздің үстінде жатады да, ыңырсып ше. Содан бір жігіт өтіп кетеді, жұмысқа кетіп барады. Жұмыстан қайтып келсе, ана ит әлі жатыр да, ыңырсып. Содан кемпір мен шалға келеді да айтады: сіздер мына иттеріңізді мына жерден тұрғызбайсыздар ма десе, өзіне комфортна ғой ыңылдап жату дейді да. Ыңырсып өмір сүре бермей, өміріңнің качествосын өзгерткің келсе, выбор сенде ғой. Просто алда жаса ше. Я байың ұнамай ма, в конце концов, ажырас әтесіне. Не аласың? Мен сөйтіп ойлаймын енді. Я ұра беретін, төмпештей беретін байдан не пайда? Мен шынымды айтсам, мен сондай өмірден шаршағанмын өз басым. Бір кездерде менде даже агрессия да болды, я? Вот бірінші мынандай соққыны ұстайтын ұстаздар негізі. Мені жеке кіргізіп апта сөйлескен кезде мен начала же уымды жан-жағыма шашып бастадым. Мен уже қарсы көтеріп бастадым, я, басқа шәкірттерге әсер етіп бастаған кезде ұстаз мені кіргізіп алды да, айтты: сізде осы агрессия қатты болып тұр, сізге осы сезімдеріңізбен жұмыс жасасаңыз екен деген сияқты әшейін ой сап қойды маған. Сен өзгер, бүйт сөйт деп маған ұрысқан жоқ бұл кісі. Просто айтып қойды да, и мен андай да деген сияқты өтіп кетіп қалдым да, осы маған ақыл айта ма деген сияқты ше. Ақшасын төлеп келдік қой атақта деп. Мен қазір ұяламын сол сөзіме. Білесіз ба? Сол 900 мың теңге төлегеніме, соны үші беттеріңе басып, бәріне ана Дәуреннен бастап, Әсемгүлден бастап бәрін қырғаныма қазір ұялам. Мен алдында да айтқаным сол ғой, мен қызметтемін. 32 күндікті егер де сіз годовой нетворкинг қылып істейтін болсаңыз, жұмыс жасауға дайынбыз ғой. Қызмет етуге дайынбыз. Жаңадан келген адамдардың ударын бәрін сіз алмайсыз уже. Ударын біз алайық. Ал сіз уже готовый мимен жұмыс жасаңыз әрі қарай. Проработка, бизнес мышление же айтып жатырсыз ғой, иә? Философия деп айтып жатыр да. Это очень важно. Потому что құр инструмент бере бергеннен адамның өмірі өзгермейтінін сіз нақты түсіндіңіз деп ойлаймын. Потому что реально бізге берілді инструмент. Біз ешқайсымыз қолданған жоқпыз оны. Біз оны қазір қолданып жатырмыз, когда уже ми өзгерген кезде. Біз енді түсініп жатырмыз ол нәрсені. Түсінесіз ба? Это очень такой. Мынандай ғой, мен әйелдер түсінеді деп ойлаймын. Қарап отырған көбісі, обычно YouTube көбісі 90% әйелдер қарайды ғой. Әйелдер түсінеді деп ойлаймын. Сіздер күйеуіңізбенен қосыласап, все, мен ертең туамын деп айтпайсыздар ғой. 9 ай уақыт керек шығар маған. Туу үшін уақыт керек шығар. Сол үшін егер сіз тәуекел еткен болатын болсаңыз, артынан сәл сабыр етіңіз. Уақыт керек сізге. Мысалдар деген мықты деген мысалдар. Білесіз ба, осы нәрсе шымшып алады адамдарды ше. Адамдар ұйықтап жатыр, ұстаз. Оян қазақ деп бір кездерде сіз ту көтерген едіңіз. Көтеру керек до конца. До конца. Мен ойлаймын, бұл сіздің миссияңыз деп ойлаймын. И 32 күндік практикумды жабуға я абсолютно қарсымын. Қай жерге қол қою керек десе, иә? Петиция. Күшті. Жаппайтын болды ғой үшін айтқанда, иә. Бағана неге байланысты бір не айтып кеткен комментарий. Біреулер ойлауы мүмкін. Ойбай, мына кісі не деп отыр, мынау действительно феминистка екен. Жаңағы күйеуің жаман болса ажырас деген сияқты нәрсені айтып отыр деп ойлап қалады ғой енді. Адамдар тіке түсініп қалған адамдар бар да. Ой, ұстаз оправдывать етпеңіз мені. Маған айтады да, айтатын болса. Сіз айтқан жоқпын. Мен бір хадис айтқым келіп жатыр осы кезде ше, әйелдерге байланысты. Мынандай нәрсе бар, пайғамбар айтады. Әйелің жаңағыдай бүйтіп, әйеліңмен дұрыс отношение болмай жатса, қарым-қатынас болмай жатса, ең бірінші оған насихат айт дейді. Қасына барасың да, негізі ол былай болмау керек. Негізі мынандай болмау керек деген сияқты айтасың.
сосын ол тыңдамаса оған дейді, онда төсегіңді екіге айыр дейді. Яғни бір бөлмеде жатып төсегіңді былай жатпаймын саған, қарамаймын саған деген сияқты ренжіген. Внимание бермей қой деген сөз ғой бермей енді. қой дейді. Оған көнбесе ұрып көр дейді да. Ұрып көр деген кезде жаңа ауызға емес, жаңа ұр дегенде ол жерде көрсетеді екен. Не сүлгімен бүйтіп нұқисың, болмаса мисуақ бар ғой кішкентай, сонымен иығынан бүйтіп нұқиды екен. Соны ұру деп айтады екен. Яғни өзің риза емес екеніңді бірдеңемен білдірту деген сияқты. Иә. Енді бізде дейді осылай істеу керек едік қой дейді да. Сол сияқты мысалға сіздің жаңағы әйелдерге де айтатыным, мысалға күйеуге бірінші айтып көру керек шығар, сосын өзінше болып қалу керек, сосын барып енді үшіншісін жасау керек шығар деймін да, жаңа ажырасу болатын болса. Бізде керісінше екен да, бізде бірінші нұқиды екен, бірінші ұрады екен, сосын барып ренжіп екеуі төсектері екі шекке бөлініп кетеді, сосын соңында бір-біріне насихат айтып жүреді дейді де, қойшы енді құрсын болды депші жаңағы. Соның бәрін теріс істегеннен болады екен да жаңағы. Сондықтан оған дейінгі ажырасудан бұрын оған дейінгі істеу керек болған процедураларды жасау керек па деп ойлап жатқаным мысалы. Бір кездерде мынандай нәрсе болған, мен бір қай потогына екен, қайтадан бір 32 күндіктің бір потогына бір барып лекция тыңдап кеткен бір жайым бар. Сағындым ше ортаны, Жеңіс орданы сағынып бір бардым. Сол кезде маған бір кісі былай деп айтты да, келді да. Сен деген ажырасқан әйелсің ғой, типа. Бір ажырасқан әйел деген бір отброс общества да. Ажырасқан әйелдің ешкімге құқы жоқ деп ойлап қаласың кейде ше Қазақстанда. Солай ма? Да, біз бақытты болуға лайық емеспіз. Біз ер адамның вниманиясына лайық емеспіз. Өйткені біз ажырасқанбыз ғой. Біз андаймыз да, екінші сортпыз ба, бірдеңеміз біз. Екінші сорт болсаң қуанасың еще. Үшінші сортсың ба, бірдеңесің да. Сондайсың. И маған бүйтеді да, сіз ажырасқан әйелсіз ғой, не істеп жүрсіз Жеңіс ордада дейді да. Мен жүремін қатты тиіп қалды сол нәрсе. Иә. Қатты тиіп қалды сол нәрсе. Содан кейін мен Жеңіс ордаға бармайтын болдым ше. Ол керек болды кім айтқан. Таппағанда білмеймін, ол өте төмен әңгіме деп ойлаймын. Мысалы менің басымда ондай нәрсе жоқ. Жаңа мастер газ деген сияқты бірінші рет киген бір адам. Расында кәдімгідей менің көңілімді қатты тиген нәрсе болды сол. Сосын мен айттым да, бұл жерге сонда адамдар не үшін келеді деп ше. Біз негізі өзгеру үшін келдік қой бұл жерге деп ойладым да. Маған келетін адамдардың 10 әйел келетін болса, 8-і ажырасқан. Иә? Мен наоборот сондай адамдар келсе, вот міне біздің неміз аудиториямыз деп ойлаймын да мен негізінде ше, потому что толық семьясы болса, ол әйелін күйеуінен екеуі алып отыратын болса, ол біреуге барып не істейді ол. Сол жерге келген кезде ол әйел деген өзінің ішіндегі нәрсесін бар ғой, уже бүгіп айтатын адамы жоқ, потому что өзінің күйеуі болса, күйеуі нормально тыңдай алатын болса, соған айтпай ма ол психологқа барып не істейді ол? Ең үлкен сенің психологың сенің күйеуің емес па? Сен сол күйеуіңе жыламайсың ба? Сол күйеуіңе еркеленмейсің ба? Сол болмағасын келеді да ол бізге. Соты ма? Еркектерді түсінемін мен. Қанша жерден әйелі бола берсін, ол әйеліне жылай алмайды ол ше. Ол өзінен мықтырақ біреуге келеді, я болмаса өзімен бір тіл табысатын адаммен келеді да, олар да жылайды, олар да көздеріне жас алады деген сияқты. Сондықтан мен ойлаймын, жоқ, неге келесің деген түсіне алмадым. Мен ондай ойда жүрген адамдар болатын болса, еркектер естеріңізде болсын. Проблема сіздерде онда. Неге сен оны жүргізіп қойдыңдар онда? Мықты болсаң, ал 4 әйел алмайсың ба онда? 4 әйел ал, әйелінен қорқасың сен. Сосын ала алмайсың, сосын ол кісілер жүреді осылай. Сол сияқты сен сияқты жаңағы сондай еркектердің кесірінен ажырасып жатыр ғой. Мысалға еркек дұрыс болатын болса, әйел қайда кетеді? На самом деле былай айтқанда. Сондай бір үлкен удар алған жайым бар, как будто бір андай болады, бала бір келіп тұрады ғой, тәтті бірдеңе жеу үшін келіп тұрады, и кеудеңнен бір итеріп жібергендей. Сен не істеп жүрсің бар деген сияқты ма? Иә, сондай болды да, и содан кейін сыртынан жүре берейінші. Сыртынан дұғада болайыншы. Біздің орданың адамдары емес қой әйтеуір, енді оны тіке бүйтіп айтқым келмейді. Потому что жалпы біздің ордаға қатысы бар адамдар ма? Қатысы бар адам, қатысы бар адам. Енді оны прям бүйтіп айтқым келмейді. Өзіме өйткені сондай не бергем, уәде бергем, айтпаймын деп. Бірақ ішімдегі осы нәрсе болған. Қанша оқталып айтқым келіп жүрген сәті бүгінге түскен екен 1 жылдан кейін. Сізге соны енді айтуым қажет. Дұрыс болды ма, дұрыс болмады ма енді бұл нәрсе? Айтқаным болатын болса, біздің болмай қойсын ондай адамдар. Содан кейін мен осы нәрсені түсіндім да,
что ажырасқан әйел болатын болсаң, сен өз қайығыңмен өзің бөлек жүргенің абзалырақ екен да, біреуге тиіспей айналайын, ешкімге кесірің тимей деп ше. Осы сәтте Роза коуч деген шықты ғой қазір. Сендер неменеге ажырасқан әйелден қорқасыңдар дейді, өзінің кеңкелесінен әрең құтылды ғой. Рас қой, рас ше. Шынды айтсам бар ғой, шын өзіміз әрең дегенде андай нәрседен шыққан кезде еще сырттан обществода осындай бұл. Мен ойлаймын да, сондай әйелдерді қорғайтындай Құранда қандай да бір аят, сондай бірдеңе бар ма екен? Әрине. Ниса деген бізді кім қорғайды деп ойлаймын да енді. Ниса деген сүре бар ғой, на самом деле. Ниса сүресінде полностью басын. Даже қызық айтайын сізге, Ниса сүресіне қарасаңыз болады. Екі әйел, үш әйел, төрт әйел алу туралы айтады ғой. Сол жерде бүйтіп айтады. Сенің дейді, анау екі басқа әйелің дейді, басқа әйелің. Прямо осылай жазған ғой, переводында ше. Байы жоқ әйел сияқты болып жүрмесін деген. Байы жоқ әйел сияқты болып жүрмесін дейді. Яғни ол былай айтады ғой, не білем, байы жоқ па деп деген сияқты бір қазақта сөз бар ғой, жаңағы мына байы жоқ адам ұқсап деген сияқты. Именно сол байы жоқ сияқты болып жүрмесін деген сөз, оған полностью внимание бер деген сөз ғой, на самом деле осы жерде. Көрдіңіз ба? Сол сияқты төрт әйел алу деген нәрсе негізінде әйелдердің бәрі ойлайды, осылардың нәпсі тек қана осылар солай деген сияқты. Бұл жерде мудрость бар да. Бұл жерде сен рахаттанып төрт әйелмен шалқып өмір сүр деген сөз емес бұл жерде. Бұл жерде Алла тағала әйелдерді қорғап жатыр на самом деле. Әйел күйеусіз жүріп қалмасын деген нәрсе да. Енді әйелдер көп. Өзі пайғамбар айтады, қиямет басталмайды дейді, бір еркекке 50 әйелден болмайынша дейді ғой. Қараңызшы, бір еркекке 50 әйелден болмайынша дейді. Қазір соғыс көп, соғыста еркектер қырылып жатыр мысалға. Оның жартысы көгілдір болып кетті, ЛГБТ-ға кіріп кетті. Оның жартысы бойында тестостерон жоқ, кірің простатит. Жеп жатқан тамағы анау. Сонда нормальный еркектер қайда? Нормальный еркектер хорошо болды. Бір әйелден алып алды. Қалған әйелдер не істейді енді? Жаңағыдай сөз естіп жүре ма? Сондықтан мына не нәрсені қою керек. Негізі мен единственная болуым керек емес, жалпы қоғамға кіргізу керек деп ойлаймын осы нәрсені. Оның әбестігі жоқ, сенің күйеуің болған жақсы ғой, ол жақсы күйеу бола берсін. Пьянчик жалғыз күйеу болғаннан, жаңағыдай ұратын жалғыз күйеу болғаннан, ұрмайтын мудрый бір күйеу болған жақсы ғой, төрт адамға на самом деле. Негізінде былай ойлап қаратын болсақ. Опять же бізде не бар? Ел жұрт не дейді деген нәрсе бар ғой. Егер шынымен де сіз өзіңіз ел бірдеңе деп айтып қалады деп біреуге екінші, үшінші әйел болғыңыз келмейтін болатын болса, ол сізде проблема на самом деле. Сіз өзіңіздің бақытты болуыңызға кім? Мысалы кеше келді, бір кісі келді, айтады, мен осындай адамның екінші әйелімін деп мақтанып отыр да. Қара, мақтанып отыр ол. Ол айтып жатыр, мен осы кісінің осындай әйелімін дейді. Давайте жігіттер сондай еркек болайықшы, что біз біреудің үшінші әйелімін, төртінші әйелімін деп айтқан кезде мақтанатындай еркек болсақ бар емес пе ше? Вот бізге байланысты болып тұр да. Көрдіңіз ба? Сондықтан әйелдердің жағдайын Алла тағала баяда ойлап қойған негізінде. Сондықтан ол қазақта да бар, жесірін жылатпаған, жетімін жылатпаған, жесірін жылатпаған деген нәрсе бар. Сондықтан жетім ол әкесі жоқ адам жетім деп айтады. Мамасы жоқ адамды айтпайды, әкесі жоқ адамды айтады жетім деп. Жесір деп жаңағы қайтыс болғанды айтады. Мысалға деген сияқты. Қазір қолдан жасап жатырмыз біз. Сондай нәрсе өте үлкен ауыр тақырып негізінде бұл. Сосын біз көбіне бала үшін өмір сүреміз. Бала не ойлайды деген сияқты. Сосын ата-анам не ойлайды деген сияқты. Негізінде расында өзіміздің өмірімізді өзіміз сүруге уақытымыз жоқ қой негізі. Сол, иә. Мысалға біз бүйтеміз ғой. Естің ана таксист келіп тұрса, сосын таксист бүйтіп тез шығыңдар деп сигнал беріп тұрса, үйге барып, балаң мен әйеліңді боқтап, не істеп жүрсіңдер, тездетіп шықсаңдар, такси ұтып қалды ғой деп. Ана таксидің көңілі үшін үйіңдегі бала шағаң, әйеліңнің көңілін қалдыратын адамдармыз ғой біздер. Иә, рас. Үйге қонақ келеді. Қонақ келген кезде ана қонаққа күліп қарамадың деп өзіміздің үйдегі баламыздың бетінен ұрып тастайтын, немесе менің досымды сыйламадың деп әйеліңді мына жаққа шығып ұратын адамдар болып кеттік біздер. Сонда қараңызшы, бір келіп кететін қонағың маңызды ма, қасында қалатын әйелің маңызды ма? Бір таксимен апарып тастайтын қаяқтағы бір көшедегі адам жақсы ма? Көрдіңіз ба, біз көбіне не істейміз? Біз сырт көзге қарап өзіміздің бойымызды түзейтін болып кеткенбізді. Сондықтан эгоизм деген нәрсе бар. Бізде дұрыс түсінбейміз. Эгоизм деген нәрсе
эгоист болу деген сөз тек қана өзім деу ғой, дұрыс па? Бірақ эгоист болмайды адам егер өзі түзелгеннен кейін барып біреуді түзеймін дейтін болса. Өзің түзелетін болсаң бірінші, сосын барып түзейсің. Өйткені Алла тағала эгоизм емес екенін дәлелдеп беріп кеткен. Өзіңді және отбасыңды тозақ отынан сақта деп жатыр. Көрдіңіз ба? Алдымен өзіңді жөндеп. Көрдіңіз ба? Алла тағала Құранда осылай аят бар. Өзіңді және отбасыңды тозақ отынан сақта дейді. Сен өзің не істесең оны істе, ананы сақтап қал деп айтқан жоқ. Иә, рас. Өзіңді деп жатыр. Қайда эгоизм ба бұл? Эгоизм емес. Мен өзімді ойлауым керекпін қазір. Мен қазір тозаққа түсіп кетпеймін ба, құрсын мен дұрыс істеп жатырмын ба, мен мына нәрсені деп ойлап алайын мен бірінші. Сосын барып басқаларды ойлауым керек болып қалып отыр. Вот, сондай мәселе. Осындай эмоциональный нотада біздің уақытымыз өтіп кетті негізі. Өте жақсы әңгіме болып жатыр. Халықтан сұрайық, қандай нәрсе, қандай тақырыпта әңгіме қозғағанды, кімдерді Бұл шақырайық? тақырып, бұл екінші тақырып ашылды. Бұл тақырыпқа бөлек подкаст арнап, бөлек күшті қылып түсіруге болады негізіне. Бұл бірақ өкінішке орай уақыттың өз есебі бар. Соған байланысты біздің уақытымыз өз мәресіне жетті. Қонақ болып келгеніңізге тағы да рахмет. Біз сіз сияқты биік белестерде жетіп жатқан шәкірттеріміздің барымызбен мақтанамыз. Жеңіс Орда сіздің үшінші үйіңіз дей ме, қалай, екінші үйіңіз, үшінші үйіңіз, Қара шаңырақ. үйіңіз деп, қара шаңырағыңыз. Біз бар кезде ұялмай келе беріңіз. Біз әрдайым сондамыз. Ендеше бүгінгі подкаст өзінің мәресіне жетті. Қандай да бір инсайт алған болсаңыздар, комментарийға жазып кетіңіздер. Және бізде келесі де Асылзат ханым шақырсам ба деп ойлап отырмын. Енді Асылзат ханымнан Айбар ханым туралы сұрау керек болып тұр. Қалай болды деп ше. Біз естімедік қой деп. Сол біздің шәкірттеріміз өте көп. Біз подкастқа шығарып осындай көрсетіп үлгере алмай жатырмыз. Енді соны қайттан қолға алсақ деген ниеттеміз. Бізді қолдап, төменге комментарий жазып, каналымызға жазылып кетіңіздер. Келесі кездескенше қош сау болыңыздар.